Бартарына селем достар, сиздер менен бирге мен Дидер достар. Бүгүнкү видеодо сиздер калай мен Terraria Master модда Mac деген кылычка өткөнүмдү көрөтүн боласыздар. Анын үчүн мен көп созбайм. Жейтин, ичетин заттарыңызды дайындап алыңыздар. Поехали! Так, достар, сразу же ағаш казуудан баштайбыз. Бир аз ағаш казып алып, достар, сол жакта карабага кеттим исследовать этүүгө. Кактустар каздым. Өзүмө кат сыйынып кетип червятникке нападать этем деп шештим да, ан жакта тагы экөө бар экенин көрдүм. До конца деп, турсу жытылганча деп кеттим да, кашып барам, кактус казып кетейин дедим да, осай касып, оп деп жакып каласың го, жарайды онда дедим да, чыга салысымен оң жакка карай кеттим. Кичкене жүрүп, достар, осындай агач тауып алдым. Ичинен улут кароого кирип, факел издеп, улутайт этүүгө, сундуктар издөөгө кеттим. Сразу же биринчи сундукту таптым. Ичинде, достар, нормальный болот бастапкы типка. Сәл жүрүп, кайтадан, достар, пустыняны кездестирдим. Алдымда стервятник турду, оған кайтадан буну мен кашып ан жакка кашып кетем деп ойладым да, жүгүрүп барып бир жеп алдым. Одан кийин до конца деп төгүлөсөм дедим да, бир кайтадан жеп алган соң көтүм тыксып үйгө кайтып кетем деп шештим. Сосын келе сап жаймен үй сала берейин деп шештим. Үйдү сәл бүлгүрмөй калдым, слизиндер мешет этип коршонуп алдым да, астыга карай шахта казам дедим да, астыга карай каза бердим. Мына жакта свинец көрүп, свинецти казып алдым. Кичине казып чыгып, далага жылдыздар жинөө керек дедим да, жылдыздар жинадым. Себеби биз олардан манна издеп, манна мен ол биздин ок, достар, осы манна биткенде биз ата алмай калабыз, сондуктан манна көп жинап алуу керек болот. Солай 4 жылдыз жинап алдым. Осай акырын 200 чейин апарамыз. Зомбиди алдап мына жакка кетип калдым да. Кайтадан бир зомби чыкты, ону кашып ала жылдыз алдым да. Сразу бир мана издеп алдым, сосын жеп алдым. Таң атты, сразу үйүмдү салып, стеналарын коюп тастадым. Жиналган кактустан кактус меч издеп алдым. Бул биздин биринчи оружие тапканча осы кактус меч менен жүрө туратын боламыз. Оюндагы, достар, экинчи сундугумду таптым, ичинен зельелер таптым, баарын алып алып, сундукту үйгө карай алып кеттим. Сәл жүрүп, үчүнчү сундукту таптым, ичинен жазгыл искр дейтин Mac'тын оружиясын таптым. Биринчи, достар, эң алгачкы сразу алып алдым. Ана жерде суу бар чыгар экен деп секире салып өлүп калдым, достар. Осай ан жерде сундук бар экен, оган кайтадан кайтып келетін болам. Кактустан броня издеп алдым да, достар, өлген жериме кайтадан келдим. Сундуктун ичинде не бар экен деп карасам, ичинде зеркало экен, нормально. Үстүгө чыксам, тапас тауып алдым, достар. Осындай самоцветтерден биз Mac'тын экинчи оружиясын издейтин боламыз, посох дейтин, солар менен боссторго баратын боламыз. Сондуктан бизге самоцветтер өтө көп табуу керек болот. Достар, слизинден кашып, экинчи сундукту, золотой сундукту тауып, ичине сапаги кермеси таптым, достар. Мына жерде катты кубандым, себеби воинда сапаги кермесин мен 2 саат издедим, достар. Сәл астыга түсүп, достар, секирип калып, нажимная плитаны басып, бомбага согуп каласың. Үйдүн астындагы шахтаны казып, дрежелибный валун дейтин питомецти тауып алдым. Тагы да бир золотой сундук таптым, ичинде не бар экен деп карадым да, ичинен браслет регенерации таптым. Бул бизге тоже керек. Оюндагы биринчи кристалл жизнибиз, достар, табылды. Казып аламыз да сразу 20 хп толтурамыз. Бам. Шахтадан тагы да бир сундук тауып алдым, бирок бул толган ловушка экен, ловушкаларын сындырдым да. Ичинен облако бутылки тауып алдым, бул тоже бизге керек аксессуар, өтө күчтүү. Шахтадан казып алган рудалардан кирка издейм деп шештим, вольфрамдан сосын кирка издеп алдым. Свинецти цветке айландырып, одан тоже шлем менен нагрудник издеп алдым. Сол жакка кайтадан жүрүп, сундук тауып, ичинен бумеранг тауып, сундукту сындырып үйгө алып кеттим. Үйгө келип, NPC'ларга осындай үйлөр дайындап койдум. Үйгө кайтып, достар, слизинди өлтүрүп, посох слизин дейтин редкий нерсени түшүрүп алдым. Торговец не сатат деп карадым да, как обычно мусор деп үйгө кайтып кеттим. Оң жактан пустынядан өтүп, джунглиди кездестирдим. Джунглиде өлүп калып, үйдөгү шахтаны ары карай казып жалгастырып, кристалл жизни тауып алдым, тагы бир кытын толтуруп алдым. Үйгө кайтып, вольфрамдан шлем менен нагрудник издеп алдым. Үйдүн астындагы шахтадан сафирлар тауып алдым, буларды тоже казып алдым. Достар, мына золотая залежаны карасаңыздар, не деген көп суу деп баарын казып алдым. Гривной биом тауып алдым, достар, үйдүн астынан. Сундуктан булава мен зели гравитация чыкты, булар бизге керек болот. Анда 2 кристалл жизни бар, буларды тоже алып, биз хпымызды 180ге чейин көтөрүп алатын боламыз.
Тағы да бір золотой сундук шығып, ішіндегі заттарды алып алдым. Тағы да бір кристалл жизни тауып алдым. Зелье шахтері ашып, достар, самоцветтердің залежасын тауып алдым. Тағы да бір грибной биом тауып алдым и ішінен кристалл жизни қазып алдым. Үйге қайтып алмазный роба жасап алдым. Әзіршеге деп изумрудный посох істедім. Үшінші грибной биом тауып, ішінен 3 кристалл жизни тауып, достарына мобтардан өліп қалдым. Золотой шлеммен золотой сапоги істеп алдым. Зелье гравитациямен небесный остров іздеп, бірінші сундуктан шарик тауып алдым. Екінші сундуктан небесный магнит дейтін магтың аксессуарын таптым, бұл өте керек. Үшінші небесный сундуктан звездная ярость таптым. Торговецтен манан зельелерін сатып алдым. Пустыняға морская ракушка іздеуге кеттім. Бірінші сундуктан сапоги таптым. Екінші сундуктан корыто таптым. Сосын нентарлар тауып алдым, бұларды қазып алдым. Үйге қайтып, қазып алған окаменелостьтерді перерабатывать еттім. Маған алмаз керек болды, бірақ алмаз шыққан жоқ, достар. Жиналған нентардан нентарный посох істеп алдым. Пустыняға қайттан келіп, үшінші сундуктан штурмовой копье дейтін копьені таптым. Төртінші сундуктан маққа имба посох таптым. Тағы да сундук тұратын жер тауып, ішінен статуя басты алдым. И сундуктың ішінен тағы да статуя басы шықты. Бесінші сундукты тауып, ішінен статуя басты алдым. И сыртында тұрған статуя басты тоже сындырып үйге алып кеттім. Бұл бізге аренаға баф болып тұратын болады. Үйге қайтып зельелер істедім, себебі скоро глаз Ктулхуды өлтіретін боламыз. Арена салып, бафтарды ішіп, глаз Ктулхуды шақырдым. Ал кеттік, достар. Достар, қиын болған жоқ, себебі біз өте мықты броняда және де хпымыз максимально толып тұрды, сондықтан да қиналған жоқпын. Бірінші реликвиямызды қоямыз. Енді достар, джунглидің шахтасына кіріп, жалы жинайтын боламыз, және споры и лоза дейтінді, себебі бізге бұл броняға керек. Лоза людоедтен түсет, міне осы алдымызда тұрғанды өлтіреміз. И міне лоза. Споры болса джунглида осындай жерлерде өсіп тұратын болады. Сіздерге 32 дейма сондай керек полный броняға. Осылайынан жасы болып жанып тұрады, бәрін қазып аласыздар. Джунглидағы бірінші сундугымды таптым. Ішінде, достар, звериный когти, бұл бізге керек емес. Джунглидағы екінші сундукты таптым. Ішінен тағы да звериный когти шықты. Үйге қайтып жиналған заттардан броня джунгли істеп алдым, достар. Маған еще древний кобальтовый нагрудник түсіп кетті. Кімнен? Людоедтен. Дриада деген NPC-ға бөлме жетпегендіктен оған бөлме салып қойдым, достар. Джунглиден тағы да сундук тауып, ішінен абрес шықты, достар. Бізге бұлар емес, бізге браслет ветра мен посох выращивания керек. Мен соларды өте көп іздедім. Тағы да бір сундук пен кристалл жизни тауып, ішінен абрес шықты, достар. Пилон керек болады деп зенебең басында үй салдым. Джунглиға да дәл сондай үй салып қойдым. Оң жақ океаннан рыбакты тауып, оған тоже үй салып берем деп шештім. Тағы да бір небесный остров қарадым, и ішінен екінші небесный магнит таптым. Келесі островтан подкова таптым. Келесі островтан тағы да шарик таптым. Торговецтен лесной пилон сатып алдым. Дриададан пилон джунгли сатып алдым. Джунглиға қайтып келіп, сундуктан посох выращиванияны тауып қатты қуандым, достар. Сундуктың астынан алмаз тауып алдым. Ішінен 2 штук шықты. Енді, достар, посохқа бізге 3 штук алмаз жетпейді. Тағы да бір сундук тауып ашып, ішінен абрес шықты. Бір жылап алдым. Джунглиде шахта қазып атып, зеле шахтерімен тура 3 алмаз тауып алдым. Үйдің астындағы шахтаға түсіп, Тим деген колдунды өлтіріп, шляпасын түсіріп алдым. Бірақ ол уже бізге керек емес. Джунглидағы тағы бір сундук, ішінде тағы да абрес. Тура астынан тағы да бір сундук тауып, браслет ветра таптым. Үйге қайтып, елді перерабатывать етіп, платиновый слитктар істедім. Себебі алмаздың посықты платиновый слитктан істейді.
Алмазды посох істеп бір қуанып алдым. Енді джунглидің шахтасына кетіп, бірінші сундуктан ледяной клинок таптым. Екінші сундуктан достар мен снежная буря таптым. Бізге енді тек конькиді ғана табу ғана қалды. Водяной сундук тауып, ішінен ботинки хождения по воде таптым. Қуандым достар, себебі бұл тері ботинкидің крафтына кетеді. Үшінші сундуктан ботинки таптым. Төртінші сундуктан тағы да снежная буря таптым. Бесінші сундуктан тағы да снежная буря таптым. Алтыншы сундуктан ледяной бумеранг таптым. Жетінші сундуктан тағы да ботинки таптым. Сегізінші сундуктан тоже ботинки таптым. Тоғызыншы сундуктан обогатитель таптым. 10-шы сундуктан ледяной клинок таптым. 11-ші сундуктан снежная буря таптым. 12-ші сундукта тағы да снежная буря. 13-ші сундукта ледяной клинок. Үйге қайтып зелелерді егетін каткалар сатып алдым. Каткалар салып атқан кезде король слизни келді. Давайте ультрик. Ал достар, жеңдік. Қиын болған жоқ, себебі біз бұған сақадай сай болдық. Екінші реликвиямызды қояйық. Тадам! Достар, енді кримзонда нелер сындыратын боламыз. Багряный сердцаларды. Себебі бізге уже гоблинді тауып аксессуарларды көтеру керек. Екеуі сындырып үйге қайтып кеттім. Армия гоблиновқа дайындалып, зелелерімді істеп алдым. Гоблиндар келді. Давайте утик. Армия гоблиновты өттік достар. Давайте енді ана тақырбасты іздейік. Достар, тура үйімнің астында пайда болыпты, байлап қойыпты тақырбасты. Давайте енді бұдан реактивный сапегімен мастерская алатын боламыз. Үйге келіп аксессуарлардың бәрін көтеріп алдым. Достар, тағы бір аксессуарға ожерелье паники керек екен. Тағы да біреуін сындырып лутты алам деп қашайын деп отқанда мына жерге қысырылып қалдым. Мені мозгтулық өлтіріп жасай салады, бірақ сонда да лутты алып кетіп үйге қашып кеттім. Тағы да екеуі сындырып, екіншісінде достар ожерелье паникиді түсіріп алдым. Міне. Үйге келіп эктотуман істеп, аксессуарларды осайынан көтеріп алдым. Магический наручники, сосын небесный наручники істедім. Достар, үйімнің сол жағын тура қазып көрсем, достар, пирамида таптым, ойлаңыздар. Ішіне барып, құмыраларды сындырып, сундукты ашсам, песчаная буря, достар, джекпот! Достар, связка шарға бірақ шар жетпей тұрды, сондықтан новый мир ашып, небесный островтан қарап ала салам деп шештім. Үшінші сундуктан шарды таптым. Үйге қайтып связка шарф істедім. Зимний биомға қайттан келдім. 14-ші сундукта бізде рыба, 15-ші сундукта ледяной клинок, 16-ші сундукта бізде снежная пушка, 17-ші сундукта бізге тағы да ботинки, 18-ші сундукта коньки! Үйге қайтып сразу искрометный ботинки жасап алдым. Преисподня жаққа түсіп амулет лавы іздедім. Бірінші сундуктан шыққан жоқ.
Ал экинчи сундукта достор амулет лавы. Енді достар бізде 5-тен осы роза түсіру керек. Мен осындай фарм арена істеп алдым да, оның статуясын алдында тауып алғам осы зимний биомнан. Осайынан нажимная плитаны секіріп тұрып, фармить етіп розаны түсіріп алдым. Обсидианды атқа түсетін кезде қазып алғам. Міне достар, роза түсті. Үйге қайтып, бүкіл заттарды алып, ботинки хождение алып істеп, терра ботинки істедім достар. Так, достар, давайте осы жерден аяқтайық. Менде просто память жетпейді, әйтпесе толығымен бүкіл прохождение түсіре салатын едім. Просто память жетпейді. Сіздермен болған мен Дизер. Видеоны болса лайк басып, арна тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.